Кеше біз бір клиент бойынша сотта жеңіске жеттік. Ол кісі маған мынандай проблемамен келген. Пенсияға шығайын деген, алайда 91 мен 97 жылы жұмыс деген жылдарын стажға қосылмаған. Ол жұмыс деген мекеме қазір жұмыс жасамайды. Бұл кісінің атына пенсионный социальное отчисление жіберілмеген. Бұл кісіде дәлел тек қана трудовая книжка и және бірге жұмыс деген коллегалар ғана. Сондықтан да бұл жағдайда бұл жұмыс стажы есептеліну үшін біз сотқа жүгінуімізге тура келді. Өйткені заңдылық фактіні анықтау, установление юридического фактіні жасауымыз керек. Бұл мәселе тек қана сот арқылы шешіледі. Және де кеше сот өзінің нүктесін қойды. Соттың шешімі жақында бөлісетін болады, сіздермен бөлісетін боламын. Және де ары қарай бұл кісі сол 7 жылдық стажы есептелініп ары қарай пенсияға шығатын болады.